Сәлем. Бұл менде YouTube каналында екінші видео. Мен алдыңғы видеоның тіл үйрену туралы арнаған болатын, ал бүгін менің қазіргі шешімдеріме, бүгінгі өмірімнің іргетасы болған құндылықтарыма арнағым келеді. Мен үшін құндылық деген не? Ол кез келген шешім қабылдар кезде сіздің ішкі құндылықтарыңыз сол шешімге іс-әрекетіңізге әсер етеді. Мысалы айтатын болсам, ең бірінші менде ең басты құндылық менде адалдық. Ол адалдық деген нәрсе тек адалдық деген нәрсеге мен өте көп терминдер беретін едім. Отбасыңа деген адалдық бөлек, өз ісіңе деген адалдық бөлек, өз өзіңе деген адалдық бөлек, досыңа, анаңа деген, ата-анаңа деген адалдық. Яғни ешқашан өз-өзіңді алдамау, оларға тек шынайы болу, өтірік айтпау, сол нәрсе менің ең үлкен құндылықтарымның бірі. Бізде анамыз бізге ешқашан өтірік айтпау, біреу басыңды жолып алса да өтірік айтпайсың деген құндылықпен өсірген да. Сол нәрсе менің миымда қалған. Кез келген мен досыма болсын, мен жан-тәнімді беріп достық жасағым келеді. Мен ол кісімен доспын ба, мен оның қиын сәтте қасында болуым керек деген сияқты. Мен жан-жарым ба, тоже солай. Менің өзіме деген адалдық та солай. Мен өзіме дұрыс емес іс-әрекеттер жасаймын ба, уже не то. Мен уже неге кірем? Депрессия, анау-мынауға кірем, одан шығуым керек. Яғни мен өз-өзімді алдап жүргім келмейді ешқашан. Өтірік бақытты болып, өтірік күліп деген сияқты. Сондықтан менде бірінші құндылығым ол адалдық. Екіншісі, мен үшін жауапкершілік. Мен өте өзімді ойлаймын, что өте жауапкершілігі көп адам деп. Өйткені мен қандай жауапкершілік алсам да до конца ойланамын. Мен точно осы нәрсені жасай аламын ба? Мен точно бұл нәрсені алып кете аламын ба? Алып кете алмасам ше деген сияқты. Менде бұл жауапкершілік мені қазіргі жадыраға дейін, сонау 17 жаста енді универге түскен кезден бастап қазіргі ана болу, докторантураға оқуға түсу деген сияқты әрбір шешімімде осы жауапкершілік деген қасиет мені алға жылжытып келе жатыр да. Что менің мына деңгейде тұрған жадыраны былай жоғары апарып тастайды. Ол яғни адамдардың сені бағалауына әсер ететін нәрсе. Және де екінші құндылық менде ол үздіксіз даму. Мен қашан дамуды тоқтатам, мен сол кезде өмірімде тоқтайтын сияқты чувствода. Өйткені бізде Абай атамыздың өте керемет сөзі бар ғой. Қарны тоқтық, жұмысы жоқтық асырар адам баласын. Яғни ол дамымайтын, просто тамағым бар, шайым бар, қарным тоқ деген сияқты адамда ол бір орында тоқтап қалады, ол наоборот артқа қарай кетеді. Ал сен дамыған келе ма, кез келген жерде сыйлы болғың келе ма, кез келген нәрседе өз мнениеңді, өз характеріңді көрсеткің келе ма, онда сен дамуыңды тоқтатпауың керек. Сен қашан дамуыңды тоқтатасың, сен сол кезде ойлау процесіңді сенің тоқтайды. Мысалы үшін менде өмірімде мынандай период болды. 3 ай ба, жоқ 3 ай емес 2 айдай мен дым жасамадым. Дым жасамағанда қалай? Тамағымды ішем, үйде жатам, телевизор қарайым, инстаграмды қарайым. Просто менде сондай бір период болды. И мен что бүкіл нәрсеге адамдарды кінәлаймын, адамдардың жаңағыдай бүкіл әлемді жек көріп кетем ғой, короче. Сондай не болды. И мені ол кезде ол тығырықтан алып шыққан осы даму деген нәрсе да. Сен дамуды тек білім алу, курстарға қатысу емес, сен қарапайым шарттардан бастайсың. Таңертең 5-те тұру, өзің өміріңе жаңа спортты енгізу деген сияқты, тіл үйрену, мүмкін ол өз хоббиіңмен айналысу болар. Бірақ сен ешқашан дамуыңды тоқтатпау керек. Сені мына қазіргі кезден сені алдыға қарай жетелейтін нәрсе сол дамудың этаптары деп айтар едім. Бұл мен үшін өте үлкен құндылық. Және келесі бір құндылық ол еңбекқорлық, еңбек ету. Кез келген нәрседе сен әрекет етпесең, сен қандай да бір нәрсеге жетуге тырыспасаң, оның әрекетін жасамасаң, сен еңбек етпесең, ештеңеге жетпейсің. Оны мен точка қойып айтар едім, что өмірден просто так еңбек етпей жетістікке жетіп жатқан адам жоқ, мүлде жоқ. Кімді алсаң да, қандай жетістікке жетсе де ол кішкентай болсын, әрекетпен тұрақталып, ол белгілі бір нәрсеге жетті да. Еңбекқорлық ол адамның бүкіл кез келген адамның кішкентай бала болсын, қыз болсын, оның бойында табылу керек қасиеттер, және сол құндылықтар адамды алға қарай жетелейді деп ойлаймын.
Және келесі бізде шынайылық, шынайы болу, иә, және қарапайымдылық деп айтар едім. Сен қай кезде шынайы боласың, өтірік айтпайсың, шынайы боласың, сол кезде адамдар сені қабылдайды. Өтірік айтасың, өміріңде хаос басталады. Көзім жеткен нәрсе, сен шынайы болсаң, что сен кез келген жерде тазасың, кез келген жерде ақсың, былай айтқанда. Сен өтірік айттың ба, шынайылықта немесе 200-лікке алып келдің ба, онда сен уже адамдарға деген сеніміңе кетіресің, өз-өзіңе деген құрметің төмендейді деген сияқты. Және де қарапайымдылық дедім ғой. Сен мейлі бай бол, мейлі машинаң, мейлі үйің, көп үйің болсын, сен қарапайым болмасаң, сенің ол машинаң, үйің ешкімге керек емес. Қай жерге болсын, қарапайымдылық адамның ішкі байлығының көрінісі деп айтар едім. Сен іште бай емессің ба, онда сен адамдарды менсінбейсің. Менсінбеушілік деген нәрседе өте қиын нәрсе да. Менің және осы нәрседе менің дейтін нәрсе осы қарапайымдылық деп ойлаймын. Өйткені кез келген оқушыларынан болсын, кез келген ортада болсын, менің қарапайымсыз ғой, қарапайым ғанасыз ғой. Яғни фальш деген нәрсе менің бойымда жоқ та. Мен еткен осы қарапайымдылық деп білемін. Келесі құндылық рахмет айту. Кез келген жерде рахмет айтып, алғысыңды білдіріп жүру. Өзіңе алғыс, ата-анаңа алғыс. Бұл сен қаншалықты благодарная боласың, соншалықты ішкі жан дүниең андай күшті болады, прям өз-өзіңді күшті сезінесің. Алғыс айту тек не только сенің ол алғыс айтып тұрған адамның да настроениесіне өте көңіл күйін мына жерде мына деңгейден былай жоғары арттырып жібереді да. И сен рахмет айту арқылы, біреуге рахмет айту, оның көңілін көтеру арқылы сен де сауап аласың да. Менің құндылықтарым осындай. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын, және бұл құндылықтар қазіргі мені қалыптастырған іргетас деп айтар едім. Мүмкін сіздің құндылықтарыңызбен кейбір нәрселер сәйкес келмес, мүмкін сәйкес келіп жатар, бірақ бұл нәрсенің бәрі біздің ішкі өзімізді табуға деген компас ретінде жүретін нәрсе деп ойлаймын. Ал сіздің құндылықтарыңыз қандай? Осы видеода комментарийде бөлісіп кетіңіздер.